Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пирожный шарики дайындаймыз. Не болмаса картошка деп те атайды. Ең алдымен жұмыртқа мен тұзды кішкене миксерлеп аламыз. Одан кейін қантты қосып, жұмыртқа аппақ болғанға дейін 1-2 минуттай миксерлейміз. Онымен разрыхлительді араластырып аламыз. Оны бөлік-бөлікпен салып, лопаткамен араластырамыз. Миксерлеудің қажеті жоқ, себебі біздің массамыз отырып қалуы мүмкін. Сол үшін осындай силиконовый лопаткамен немесе ағаш лопаткамен араластырсаңыз болады. Соңында 3 ас қасық май қосып, тағы да араластырамыз. Қамырды пергаментпен төселген формаға салып, жайып шығамыз. Бисквитті қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Бисквит суығаннан кейін оны қолымызбен осылай бөлшектеп крошкалар жасаймыз. Крем дайындау үшін сахарный пудраға творожный сыр және сливки қосып, бірнеше минуттай миксерлеп аламыз. Крем осындай қою болу керек. Осы кремге біз бисквитный крошкаларымызды қосып араластырамыз. Мен бөлік-бөлікпен салып араластырдым, себебі менде крошка өте көп шықты. Одан кейін қолымызбен осылай шариктер жасап аламыз. Егер жабысып қалатын болса, қолымызды сулап алуымызға болады. Енді осы шариктерімізді какао ұнтағына аунатып аламыз. Түрі де, дәмі де өте әдемі осы пирожныйларды жасап көруге баршаңызға кеңес беремін. Және видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Баршаңызға ас болсын.